Hello dear students! Сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар and welcome to my YouTube channel Жаннұр English. Жаннұр English YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда біз ағылшын тілінде жиі қолданылатын сөздерді үйренуді бастаймыз. Жалпы бұл сабағымыз біздің бірнеше бөлімге бөлінеді, ал бүгінгі сабағымызда біз 15 сөзді үйренетін боламыз. Сонымен бірінші сөзіміз істеу. To do. Мысалы, What will you do now? Енді қазір не істейсің? What? Не. Will you do? Сен істейсің. Now? Қазір. Келесі сөзіміз айту. To say. Мысалы, Can I say something? Бірдеңе айтсам болады ма? Can I say? Айтсам болады ма? Something. Бірдеңе. Келесі, бірақ. But. Мысалы, I'm sorry, but she's away. Кешіріңіз, бірақ ол кетіп қалды. I am sorry, кешіріңіз, but, бірақ, she's away, ол кетіп қалды. Не. What. Мысалы, what are you thinking of? Сен не ойлап отырсың? What, не, are you, сен, thinking of, ойлап отырсың? Келесі бару, to go. Мысалы, I want to go there. I want to go there. Мен ол жерге барғым келеді. I want, мен қалаймын, мен істегім келеді. To go there. Сол жерге барғым келеді. To go дегеніміз бару, there деген ана жер, ана жақ, сол жер деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз олардың. Their. Мысалы, this is their house. Бұл олардың үйі. This is дегеніміз бұл. Біз алдыңғы сабақта өткенбіз. Бұл, мынау деген мағынаны білдіреді. Their. Олардың. House. Үй. This is their house. Бұл олардың үйі. Келесі жетінші сөз кім. Who. Мысалы, who can help me? Маған кім көмектесе алады? Who, кім, can help, көмектесе алады. Me, маған. Who can help me? Маған кім көмектесе алады? Келесі туралы. About. Мысалы, what is this movie about? Мына фильм не туралы? What is this? Дегеніміз мынау, не деген мағынаны білдіреді. Movie. Фильм. About. Туралы. Мына фильм не туралы? What is this movie about? Келесі сөз білу. To know. Мысалы, do you know where this place is? Мына жердің қайда екенін білесің бе? Do you know? Білесің бе? Where? Қайда? Қай жерде? This, мынау, place is, орын. Келесі сөз адамдар. People. Мысалы, there are so many people in the mall today. Бүгін сауда орталығында адам көп екен. There are деген, бар деген сөз. So many, көп. People, адамдар, in the mall, сауда орталығының ішінде. Today, бүгін. There are so many people in the mall today. Бүгін сауда орталығында адам көп екен. Келесі сөз сенің. Your. Мысалы, your mom is here. Сенің анаң осында. Your, сенің, mom, ана. Енді mother деген сөздің қысқартылған түрі mom. Is here, осында. Your mom is here. Сенің анаң осында. Келесі сөз келу. To come. Мысалы, can your mom and dad come to the party?
Сенің анаң мен әкең сауық кешке келе алады ма? Can your mom and dad, mom деген ана, dad деген әке, come, келу, to the party. Party деген сауық кеш деген сөз. Келесі сөз жаңа, new. Мысалы, I have new shoes. Менің жаңа аяқ киімім бар. I have, менде бар. New, жаңа. Shoes, аяқ киім. I have new shoes. Менің жаңа аяқ киімім бар. Келесі, өйткені, because. Мысалы, I am crying because I am sad. Мен жылап отырмын, өйткені менің көңілім түсіп отыр. I am crying деген мен жылап отырмын деген сөз. Because, өйткені I am sad. Менің көңілім түсіп отыр. Және де соңғы сөз осында. Here. Мысалы, my boss is here. Менің бастығым осында. My деген менің, boss деген бастық, is here. Осында. My boss is here. Менің бастығым осында. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта көптеген видеолар шығып тұрады, сондықтан арнаға жазылуды ұмытпаңыз. See you in the next lesson. Келесі сабақта көріскенше. Goodbye. Сау болыңыздар.